الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. Барша мақтау Раббымыз Аллах Тағалаға болсын, және Аллах Тағаланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын. Сөзімізді Раббымыз Аллахқа мақтаймыз, және Аллахтан жәрдем өтінеміз. Аллахтан айтар осы істеген кемшіліктеріміздің кесірінен біздерді сақтасын дейміз. Аллахтан пана сұраймыз, нәпсіміздің жамандығынан сақтасын деп пана сұраймыз. Аллах Тағала егер кімді тура жолға салған болатын болса, оны ешкім адастыра алмайды, ал кімді адастырған болатын болса, оны ешбір адам тура жолға сала алмайды. Бүгін енді сіздермен осы бір тағда Аллах нәсіп етіп осында кездесіп қалған екенбіз. Бұл кездесуімізде Құранға келген бір сүре бар, Ғашия сүресі деп аталады. Сол сүре жайында тоқталып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Жалпы білесіздер, шариғатта уағыздың түрлері көп, бірақ ең жақсысы сол Құранның аяты. Өзі Аллахтан келген кітап, осы Құран кітабы болып келеді. Сол аяттарға тоқталып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Ғашия сүресі пайғамбарымыздың өзі намазда жиі оқитын сүрелердің бірі. Әсіресе бұны пайғамбарымыз жұма күні оқитын болған, кәдімгі мұсылмандар жиналған уақыттарда. Енді қазіргі кезде мүмкін біз мешітке барамыз, жұма намазына баратын шығармыз, жай намазға баратын шығармыз, дауыстап оқылатын, бірақ біз көбінесе Құранның әуенін ғана тыңдап қайтып жатырмыз. Енді Аллах келешекте тілді үйреніп кетуді баршамызға нәсіп етсін. Арабтың тілі бұл үлкен бір нығмет, ол да өйткені ол Құранның тілі болып табылады. Ал енді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның кезінде намазға бардым деген сөз Құраннан уағыз тыңдап қайттым деген сөз болып есептелінетін. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жұма күндері өзінің жиі оқитын сүрелері болған. Яғни мұсылмандардың бәрі жұма күні жиналып отырған кезде апта сайын олардың есіне өте керекті болған Құран аятындағы мағыналарды, Құран аятында келген бұйрықтарды естеріне салып отырған. Сол жиі оқитын сүрелердің біреусі А'ла сүресі болатын болса, Саббих исма раббикал а'ла, және бір сүресі осы Ғашия сүресі болып келетін. Одан кейін енді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадисін баршамызға мәшһүр болып кеткен, сондай бір сахих хадисін бәріміз білеміз. Хайрукум ман таалламал Құр'ана ва алламаху. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйренгендерің және үйреткендерің дейді. Сол үшін мүмкін болатын болса, мұсылман болғаннан кейін қолымыздан келгенше Құранды үйренуге, және осы жүрегімізді қолдан келгенше Құран аяттарымен толтыруға тырысқанымыз жақсы. Адам ішін немен толтырса, аузынан сол нәрсе шығады, естеріңізде болсын. Немен ішіңізді толтырсаңыз, сол нәрсе аузыңыздан шығады. Мысалға алып қарасаңыз, газетте өте көп оқитын адамды көрсеңіз, саясат туралы көп айтады. Өйткені сонымен іші толды. Егер біреу хадисті көбірек оқитын болатын болса, оның аузынан хадистер шығып отырады. Біреу Құранды көп оқитын болса, аузынан Құран шығып отырады. Егер біреу ештеңе жоқ, оның жүрген жолдастары бұзық болатын болса, аузынан былапыт сөздер өте жиі шығады. Не адамның ішіне не кірді, сол ауыздан шығып отырады. Әсіресе мына заманда шыныменде иман келтірмесе, сонда бір таухидтен станып, Құдайдан қорқып, Аллахты еске алып, Аллахты еске алатындармен жиі жүрмесе, мына заманда өтіріктің өте қатты қаптаған заманы. Пайғамбарымыздың хадисінде айтылған сияқты, өтіріктің сондай бір жайылып кеткен заманы, ол өтірік теледидардан да айтылуы мүмкін, газеттен де, журналдан да, адам ішіне сондай толады, тыңдай береді, адамдар өтірік айтам демейді, аузын ашса болды, сол шығып кете береді. Өйткені кірген нәрсе сол. Ал енді ең жақсы біз өзіміздің жүрегімізді толтырып атқан нәрселердің ішіндегі, сондай көңіл бөлетін нәрсе ішіндегі ең жақсы пайғамбарымыз хадисіне келген сияқты бұл Құран болып табылады екен. Және де мысалға пайғамбарымыздың сахабаларда Құран оқуға өте қатты көңіл бұрған. Тіпті хадистерде келеді, кешкі уақыттарда пайғамбарымыз кей кезде қалаға шығатын еді. Ол кезде Медина қаласы енді кішігірім болды, қала деп есептелінді. Ол кезде машина болмағаннан кейін, басқа болмағаннан кейін, үлкен көшелер болмағаннан кейін, үйлер бір-біріне жапсарлас соғыла беретін. Тіпті хадистер бар, хадисте не деп келеді? Пайғамбарымыз айтқан, егер дейді, сенің көршің дейді, сенің дуалыңның үстіне бөрене қоятын болса, оған тыйым салма деген да. Яғни үй соққысы келді. Жақын болды, көше жоқ. Сонда ол 3 дуалды соғады да, 4-ші дуал көршіңізге болып тұрды. Соның үстіне жаңағы бөрене қойып соға беретін, сондай жапсарлас үйлер болатын. Кей кезде пайғамбарымыз әдетті кешке қалаға шығатын еді. Ол кезде шам жоқ. Сонда қаладан
кәдімгі хадистерде айтылған сияқты араның ұясында бір дауыстар шығады ғой, уылдап тұрған бір. Тура сол сияқты дауыс шығып тұратын дейді түнде дейді. Ол сахабалардың Құран оқып жатқан дауыстары болатын. Тіпті Аш'ари деген сол пайғамбарымыз кезінде бір сондай рулар болған. Өзі Абу Муса Аль-Аш'ари деген атақты сахаба болған. Сол Аш'арилерге байланысты, Аш'арилерге байланысты пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи хадисінде айтады: "А'рифу маназилахум би асватихим" деп айтқанда, мен Аш'арилерді қай жақта екенін дауыстарына қарап біліп қоямын дейді. Неге? Құранды жиі оқитын болған. Қайырда Құран оқып жатса, сол жерде Аш'ари бар деген сияқты. Олардың және өте жақсы оқитын болған. Сол үшін бұл Құранға ішімен қатты көңіл бұру керек. Өзі бұл Құран аяттарын ішімен көңіл бұрып оқысақ, көптеген нәрсе бізге түсінуге мүмкіндік береді. Жалпы Аллах Тағала Құран кітабын түсірген кезде өзі Ибрахим сүресінде деп айтты: "Алиф лам ра китабун анзалнаху илайка литухриджан наса миназ-зулумати илан-нур." Біз саған кітапты түсірдік, адамдарды бүкіл қараңғылық атаулыдан, күмәннің қараңғылығы, күнәнің қараңғылығы, шахваттың, шүбһаның, бүкіл нәрсенің қараңғылығынан, ширктің қараңғылығынан не? Аллахтың нұрына қарай шығару үшін. Дүниеде, ақыретте нұрға шығару үшін осы кітап түсірдік дейді. Адамзат баласын. Бірақ адамзат баласына Құранды түсірдік дейді. Қарасақ, адамзат баласының бәрі Құранмен тура жол тауып кетіп жатыр ма? Жоқ. Тура жол тауып кетпей жатыр. Өйткені біреулерге ол жүректеріне жетпей жатыр тыңдаса да, ал біреулер мүлдем тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Мүлдем тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Расын айтқан кезде көп адамдарды Аллах сондай күндіз түні қамын ойлап жатыр, ал олар Аллахты ойлауға ерініп те жүрген адамдар көп. Сол үшін олардың ертең ақыретте сол үшін жаза тартқаны ешқандай ғажап нәрсеге таңғалатын нәрсе емес екен. Ибн Уалид сахабалардың бірі еді, пайғамбар оны жақсы көрді, кейін пайғамбар өмірден өтті. Сондай табиғиндардың заманы басталды. Табиғиндар сахабаларды көрсе қатты құрметтейтін, Халид ибн Уалидті имамдыққа шығарады. Сахабалардың көбісі Құранды жақсы білетін, бірақ Халид ибн Уалид қысқа сүре оқиды. Сонда артта отырған табиғиндар қайран қалып қарайды. Олардың бұл қайран қалғанын көріп, жаңа Халид ибн Уалид кешірім сұрайды. Біз Құранды көп оқитын едік, бірақтан осы Аллах жолындағы күрес біздің уақытымыз алды дейді екен. Сол үшін шынымен де Аллахтың өзі қандай ұлы болса, сөз сондай ұлы. Енді осы біз Ғашия сүресіне кішігірім тоқталып өтейік. Өзі Ғашия қиямет күннің бір атауы. Қиямет күннің атауының біреусі, қиямет күннің бірнеше аттары бар. Яумут-танат дейді, Ғашия дейді, Әл-Қария дейді. Көптеген аты, әр атаудың өзінің бір мағынасы бар. Қиямет күнін сипаттайды. Яумут-танат дегеніміз оғын сондай шыңғырған, айқайлаған, шулаған дауыстардың күні деп келетін күндер бар. Болмаса жаңағыдай осы Ғашия деген жауып қалушы мағынасын береді екен. Неге бұл сүре Ғашия деп аталды? Оны сәләфтардан жеткен тәпсірлерде бірнеше мағынасын береді, бірақ ең көп тарағаны қияметтің бүкіл қиындығы жауып қалатын күн дейді. Қиындық атаулы адамның үстін жауып қалады. Жалпы біз өмір сүріп жатырмыз. Біз өмір сүріп жатқаннан кейін кей кезде біздер қиындық көреміз. Біз өмірде болғаннан кейін міндетті түрде сыналамыз. Ойлап қалмаңыздар, мұсылман болсақ сыналмай қаламыз, болмаса жағдайым болса сыналмай қалам деп. Жер бетінде қандай бір адам болмасының бәрінің басында сынақ бар. Біреу қарызға батқан, біреу ауырып жатыр, біреусі әке-шешесімен келісе алмай қалды, біреудің тұратын үйі жоқ. Әркімнің басында, бірақ бұны сынақ деп біліңіздер. Бұның бәрі сынақ, және бұлар бірден келмейді. Мүмкін бір келгенде бір адамға 3-4 сынақ бар шығар. Мүмкін ол ақшасы болмаса, денсаулығы жақсы болып жүретін шығар. Біреудің денсаулығы бар, бірақ ақшасы жоқ болып жүретін шығар. Ал қияметтің күнінде бұл дүниеде бізге қиындық атаулы 3-ден 4-ден келіп атқан болмаса, қияметтің күнінде бүкіл қиындық атаулы адамның үстінен жауып қалады. Онда сенде ақша да жоқ, таныс та жоқ, әкең де шешең де сенен безіп тұрады, ешкім саған сауап та бермейді, сондай бір шаң тозаңдай сауапқа мұқтаж боласың. Ол кезде ешкімнің басында үй де жоқ, басында күй де жоқ, ешқайсының бәрі жалаңаш, сондай сүндеттелмеген, бәрі араласқан, сондай бір еркек әйел араласып кеткен, бірақ бірін қасында кім тұрған білетін жағдай жоқ. Бәрін уайым басып қалғанда. Сондай бір қиын күн, және оның болатыны ақиқат, ол сөзсіз бір күні болады, ол күні есеп күні бәріміз
тұрамыз. Ол күнге қазір кезде шынымен де біз өте аз ойлайтын болып қалдық. Алла ол үшін біздерді кешірсін, біздердің сол ақыретке байланысты ойларымызды күшейтсін. Аллах тағала біздерге ілімді тақуалық үшін алуды нәсіп етсін, ілімді мақтанкершілік үшін, болмаса ілімді фитна үшін емес, сондай үйренген әрбір хадистен, Құраннан болған нәрсемізді сол арқылы Аллах тағала жамағат арасында таухидтың, бауырмалдықтың, ізгіліктің күшеюіне нәсіп етіп, тәкаппарлықтан біздерді сақтасын дейміз. Міне сол қияметтің күнінде бүкіл қиыншылық атаулы жауып қалады. Ол күні кәдімгі ойлайтын баған, тіпті Омар разиаллаху анхудың өзі бір жолы ешегімен келе жатқан кезде бір кісінің сол қиямет күніне байланысты «Инна азаба роббика лавақи ма лаху мин дафи» деген аятты оққан кезде Тур сүресінен, яғни Аллахтың белгілеген азапты күні міндетті түрде келеді, болады, оны тоқтататын нәрсе жоқ дегенде, Омар осы екі аятқа бола ойланғаны соншалықты үйіне барып ауырып қалады, бір айға дейін ауырады, адамдар келіп көңілін сұрап жүргенде. Қияметтің ойлаған, қияметке қатысты екі аяттың мағынасын ойлануға байланысты. Сол үшін бұл сүренің ғашия аталуының себебі бүкіл қиындық атаулы жауып қалатын күнді еске салады екен. Сол үшін пайғамбар әр жұма сайын адамдар мешітке топырлап жиналған сәтте ертең біліңдер бұдан да қатты топырлайтын бір күн бар алдымызда. Ол кезде біз мешіттің үстінде, кілемнің үстінде отырған шығармыз қазір. Мүмкін үстімізде жаңағы желдеткіш бар, көлеңке бар, сонда келеміз, дәретілатын жеріміз бар. Ертең астымызда кілем де болмайды, төбемізде желдеткіш де болмайды, күн адамдарға жақындаған, терлеріне тұншыққан, бүкіл қиыншылық атаулы жауып қалатын бір күн бар екен. Бұл сол жаңағы, бұның атауы сол жабушы деп аталу себебі содан болған мағынасын береді. Бірінші аятында Аллах айтады: «Хәл атака хадисул ғашия». Саған ғашияның оқиғасының хабары жетті ма дейді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға айтып жатыр екен. Яғни қиямет күннің оқиғасы жетті ма деп жатыр. Бұл еске қатты алу үшін айтылған нәрсе. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні қаланың ішінде келе жатыр еді. Ол кездегі үйлер енді қазіргідей қабырғасы қалың үйлер емес қой. Ол кезде кәдімгі пайғамбарымыздың өзінің қатысуыменен бүкіл сахабалардың жабылып отырып соққан мешіттің өзі, төбесінен құрманың жапырағы, іргесі, жаңағындай құрманың діңгектері, кейбір жерін лаймен сылап, сөйтіп қойған кішігірім мешіт болатын, ішінде кілемде төселмеген болатын. Ішінде кілемде төселмеген болатын. Мына сол күні пайғамбарымыз сол қаланың ішіне кеткен кезде бір жасы үлкен кемпір кісінің Құран оқып жатқан дауысын естиді. Қабырған сыртынан Құранның дауысы естіліп жатыр. Сонда осы Ғашия сүресін оқып жатыр екен. Ғашия сүресін оқып жатыр. Жаңағы сахаба кемпір кісі «Хәл атака хадисул ғашия» деген бір аятты оқиды. Саған Ғашияның қиямет күнінің хабарының, оқиғасының хабары жетті ма деген аятты оқиды, қатты жылайды екен. Пайғамбар сорда кідіріңкірейді. Кемпір осы аятты оқиды, ары қарай оқи алмай жатыр. Ары қарай оқи алмай жатыр. Бұл сахабаларда, пайғамбарларда өте жиі кездескен нәрсе. Сонда бір аяттан аса алмай ұзақ оқып қалу, ойланып ұзақ оқып қалу өте жиі кездескен оқиғалардың бірі болып табылады екен. Кемпір оқиды, тоқтайды, жылайды. Кейін қайтадан бастайды. «Хәл атака хадисул ғашия». Саған қиямет күннің хабары жетті ма деген аятты оқиды, қайтадан жылайды. Үшінші мәрте оқып, үшінші мәрте жылағанда сыртта отырған пайғамбардың өзі: «Я Алла, жетті бізге ол хабар, жетті» деп Аллахқа сыйынып пайғамбарда қосылып жылаған екен. Міне сол саған қиямет күн оқиғасы жетті ма дейді. Аллах жеткізді. Қиямет күннің оқиғасын тек қана пайғамбар ғана жеткізіп қойды ма? Жоқ. Қиямет күннің оқиғасы біздің өлетіндігіміз, өлгеннен кейін қайта тірілетіндігіміз, дүниеде істеген жақсы жаман тіршіліктеріміздің есеп беретіндігіміз, ең ақыр аяғында сонау біреудің жәннатқа кіріп, біреудің дозаққа түсіп лақтырылаты туралы хабар сонау адам атаның тұсынан бері келе жатыр. Сол үшін Аллах Құранда «Инна лафи сухуфил ула» бұл хабар ілгергі парақтарда, ілгері хабарлардың бәрінде бар еді дейді. Сухуфи Ибрахима ва Муса, Ибрахимге түскен парақтарда да, Мусаға түскен парақтарда бұның хабары бар еді дейді. Бұл жаңалық емес етін. Бұл адам жер бетінде өмір сүргелі бергілеп айтылып келатқан нәрсе. Адам жер бетінде өмір сүргелі бір қанша мыңдаған пайғамбар келді, санын бір ғана Аллах білуші, Аллахтан қанша деген кітаптар келді, бәрінің айтқан хабар осы етін. Бөлек-бөлек хабар